Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Бүгінгі дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі пәнінің сабағының тақырыбы дене мәдениеті ілімінің түрлері мен әлеуметтік қызметтері. Сабақтың мақсаты студенттерге дене тәрбиесі және спорт үрдісін ұйымдастыруға қажет теориялық білім және іс-тәжірибелік дағдылармен қалыптастыру. Болашақ дене тәрбиесі және спорт саласында жұмыс атқаратын білімді маманды арнайы білім мен ұғымдармен дене тәрбиесі және спорт сабақтарын ұйымдастыру амалдарымен, әдістерімен, әдістемелерімен қаруландыру. Дене тәрбиесінің ілімі мен әдістемесі пәнінің мазмұны мен құрылымы. Дене тәрбиесінің ілімі мен әдістемесі пәні жоғары білімді дене мәдениеті мен спорт мамандарын даярлайтын оқу пәндерінің ішіндегі негізгі пән болып табылады. Ол өзінің мазмұны бойынша студенттерге теориялық және әдістемелік білім негіздерін береді. Дене тәрбиесінің ілімі дегеніміз ол ғылымның жалпы заңдылығының ішінде адам тәрбиесі жүйесіне кіретін дене тәрбиесі пәнінің педагогикалық ұйымдасқан үрдісінің мазмұны мен құрылысын айқындайтын ілім. Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі 4 бөлімнен тұрады. Атап айтар болсақ, біріншісі дене тәрбиесі теориясының жалпы негіздері. Дене тәрбиесі мен спорт жүйесіндегі дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесінің алатын орнын зерттейді. Екінші, дене тәрбиесінің әдістемесі әртүрлі жастағы адамдардың дене тәрбиесінің ерекшеліктерін, заңдылықтарын белгілейді, талқылайды. Үшінші, дене қуат қасиеттерін дамыту. Дене қуат қасиеттері түсіндіріледі. Дене қуат қасиеттері ол күш, жылдамдық, төзімділік, ептілік, икемділік. Төртінші, спорт теориясы мен әдістемесі. Жаттықтыру өткізу әдістемесін, кезеңдерін, әртүрлі ерекшеліктерін оқытады. Дене мәдениетінің 3 міндеті бар. Олар: бірінші, білім беру міндеттері, қимылдың ептілігі мен дағдысын меңгерту және дене тәрбиесі көлемінде арнайы білім беру. Екінші, сауықтыру міндеттері, дене тәрбиесі жаттығуларының көмегімен денсаулықты нығайтады. Үшінші, тәрбиелік міндеттері, адамгершілік, дене қасиеттерін қалыптастыруға, өнегелі көркемдік танымдарды үйренуге негізделген. Дене мәдениеті қызметтерін арнайы және жалпы дене мәдениеті қызметтері деп екіге бөлуге болады. Арнайы дене мәдениеті қызметі 3 қызметтен тұрады. Біріншісі білімділік қызмет. Қозғалысқа үйрету арқылы қимылдың ептілігі мен дағдысын қалыптастыру, дене мәдениеті саласында теориялық білім беру. Екінші, қолданбалы қызмет. Келешек жұмысқа дайындау үшін қолданылатын арнаулы дене тәрбиесінің жүйесі. Үшінші, сауықтыру қызмет. Дене тәрбиесі жаттығуларын қолдану арқылы белсенді демалыс ұйымдастыру. Жалпы дене мәдениеті 5 қызметтен тұрады. Оның біріншісі нормативтік қызмет. Адамның қимыл әрекетін тиімді мөлшерлеген оқу бағдарламасы, президенттік сынамалар, спорт классификациясы нормаларынан тұрады. Екінші, эстетикалық қызметі. Адамның әсемдікке деген құштарлығын, дене сымбаттылығы, әсем қимыл арқылы қанағаттандыру. Хабарлау қызметі. Адам денсаулығын сақтау, нығайту жолдарын, спорттық шеберлікті жетілдіру жолдарын, әртүрлі жарыстар өтілетінін ақпараттық құралдар арқылы халыққа хабарлау. Төртінші, қарым-қатынас қызметі. Адамның бір-бірімен араласуы, өзара түсінісу жолдары. Бесінші, тәрбиелік қызметі. Адамның адамгершілік, зейінділік, еңбек сүйгіштік, шыдамдылық, батылдылық, патриоттық қасиеттерін қалыптастыру. Қазіргі кезде дене тәрбиесінің ілімі мен әдістерінің дамуының негізгі көздері: біріншісі, қоғамымыздың денсаулығы мықты, отанын қорғауға, еңбек етуге дайын адамдарды керек етуі. Екінші, тәжірибе жұмыстары, теориялық, әдістемелік жаңалықтар, терең ойлар осы тәжірибе жұмыстарымен тексеріледі, дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесін байыта түседі. Үшінші, президенттің
үкіметтің еліміздегі дене мәдениетінің орны, оны дамыту жолдары туралы үкімдері мен заңдары. Төртінші, дене тәрбиесі теориясының әдістемесінің көлеміндегі, басқа ілімдер көлеміндегі ғылымдық зерттеулердің нәтижелері. Қорыта келе, дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі өзінің даму жолында педагогикалық, психологиялық, физиологиялық, анатомиялық, ғылымдық ілімдермен қосыла отырып, олардың білімі мен тәрбиесін жас ұрпаққа білім беру, тәрбиелеу, денсаулықтарын нығайту жолдарында тиімді пайдаланып отырады. Дене тәрбиесінің ілімі мен әдістемесіне гимнастика, жеңіл атлетика, шаңғы спорты, спорттық ойындар, тағы басқа спорттық педагогикалық пәндер өте жақын. Олар теория зерттеген жалпы заңдылықтарға сүйенеді, ал осы пәндерден алынған нақты нәтижелер дене тәрбиесінің ілімі мен әдістемесі пәніне негіз болып табылады.